Еліміздің бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміздің бастамасымен жақында 6-шы республикалық имамдар форумы өткен болатын. Сол форумда Құдай аста ысырапшылдыққа жол бермеу құжаты қабылданды. Ендігі кезекте барша Қарағанды жұртшылығын, Қарағанды облысының тұрғындарын жаназадан бір күн бұрын берілетін қонақасын бермеуге, оны тек қана алыстан келген адамдарға, ағайын туыстары, көршілері арқылы шағын қылып өткізуге үндейміз. Әрі Құдай астарда мына құжатта қабылданғандай қарапайымдылықпен ысырапшылдыққа бой алдырмай өткізуге шақырамыз. Ендігі кезекте бұл құжат өздеріңіздің де қолдарыңызға тиетін болады. Алла тағала елімізді ысырапшылдықтан сақтағай. Міне жаңа көріп отырғандарыңыздай қаншама имамдарымыз, ақсақалдарымыз, зиялы қауым өкілдері де бұл ісімізді қолдап отыр. Сіздер де қолдайды деген үміттеміз. Алла тағала елімізге береке мен бірлік нәсіп етсін.